Гипотиреозды анықтау әдістері және оның емі. Гипотиреозды анықтау үшін ең бірінші қалқанша безінің тироидты гормондарын бос Т3-ті, бос Т4-ті және гипофиздің тропты гормоны ТТГ мөлшерін қанда анықтау қажет. ТТГ мөлшері қалыпты жағдайда 0,4 пен 4-тің аралығында болады. Осы ТТГ-ның, яғни тропты гормонның мөлшеріне байланысты және аурудың белгілеріне байланысты гипотиреозды 3 түрлі дәрежеге бөлеміз. Бірінші субклиникалық гипотиреоз. Бұл кезде ТТГ жоғары болады, ал Т4 қалыпты немесе төмен болады. Бірақ ешқандай гипотиреоздың белгілері көрінбейді. Яғни тек анализ арқылы ғана білеміз. Екінші манифесті гипотиреоз. Бұл кезде ТТГ жоғары, Т4 нормадан төмен болады және гипотиреоздың айқын белгілері болады. Ал үшінші дәрежесі ол асқынған гипотиреоз. Бұл кезде ТТГ жоғары, Т4 төмен, сосын ауыр асқынулар болады. Яғни полисерозит, жүрек жетіспеушілігі, кретинизм, микседематозды кома сияқты аурулар болады. Ал келесі анализ антитела КТПО, КТГ деген көрсеткіштер. Егер оң болса, онда аутоиммунды тиреоидит ауруы бар екендігін көрсетеді. 90% жағдайда осы патологияның нәтижесінде гипотиреоз дамиды. Яғни гипотиреоз осы аутоиммунды тиреоидит ауруының белгілерінің көрінісі. Бастапқы патология ең бірінші көбінесе осы аутоиммунды тиреоидит болады. Аталған антиденелерді, осы анализді бір рет анықтап болғаннан кейін оны қайта-қайта тапсырып анықтай берудің қажеті жоқ. Яғни бір рет қана тапсырсаңыз жеткілікті. Келесі анализдер жалпы қан анализі, сары суылық темір, ферритин, В12 витамин мөлшерін анықтау. Бұл әртүрлі анемияның белгілерін көрсетеді. Егер сіз анемиядан ұзақ уақыт зардап шегетін болсаңыз, ТТГ гормонын тапсырып көріңіз. Мүмкін сіздегі анемияның себебі осы гипотиреоз болуы мүмкін. Және биохимиялық қан анализінде холестериннің мөлшерін анықтау маңызды. Себебі гипотиреоз кезінде осы холестериннің мөлшері жоғары болады, яғни гиперхолестеринемия болады. Ал тығыздығы төмен липопротеидтер фракциясы да көбейеді. Қалқанша безін УЗИ-ге түсірген кезде аутоиммунды тиреоидиттің белгілері анықталады. Ал жүректі ЭКГ-ге түсірген кезде жүректің жай соғуы, брадикардия, әртүрлі экстрасистолиялар кездеседі. Енді гипотиреоздың еміне келетін болсақ, айтып кеткеніміздей гипотиреоздың даму себебі жиі аутоиммунды тиреоидит болып табылады. Ол аутоиммунды процесс, яғни организмде қалқанша безіне қарсы антиденелер түседі. Олар осы без тінін зақымдайды. Яғни өзіміздің иммундық жүйеміз осы өзіміздің қалқанша безімізге қарсы шабуыл жасайды. Ұзақ уақыт шабуылға ұшыраған без біртіндеп өзінің қызметінен айырыла бастайды, яғни гормондар аз бөлінеді. Міне осының кезде гипотиреоз дами бастайды. Бұл аутоиммунды процестің даму себебі нақты белгісіз, соған орай оны емдеу де мүмкін болмайды. Ал дамыған гипотиреоз кезінде гормонның дефициті болғандықтан оның орнын толтыруға орын басушы гормоналды терапияны қолданамыз. Яғни гормондарды қабылдау арқылы біз ауруды толық жеңіп, емдеп жібере алмаймыз. Тек осы мөлшері азайған, қызметі төмендеген гормондардың орнын толтырып тұрамыз. Яғни бұл ауру ешқайда жоғалып кетпейді. Гормондар нормаға келсе, бұл эутиреоз деп аталады. Егер ТТГ қалыпты, ал осы аурудың белгілері бірақ симптомдары көрініп тұратын болса, онда препарат дозасы жеткіліксіз деген сөз. Және уақыт өте бере біртіндеп үдей береді, себебі оған өте көп факторлар әсер етеді. Мысалы, жүктілік, босану, түрлі инфекциялық аурулар, соның ішінде жиі ауыратын ОРВИ де әсер етеді. Бұл кезде енді орын басушы гормоналды терапия ретінде эутирокс, L-тироксин препараттарын қолданамыз. Бұны қабылдау уақыты ерте сағат таңғы 6 мен
жейтін арасында аш қарынға тамаққа дейін 30 минут қалғанда қабылдау керек. Ал бұл дәріні препаратты қабылдап болғаннан кейін 4 сағат ішінде темір препараттарын, кальций және қызылға қарсы препараттарды қабылдауға болмайды.